Сәлем, құрметті менің жолақай тоқымашыларым. Мен сендерге бүгін екі түсті жіпті біріктіргендегі екінші жіпті жасыруды көрсететін болам. Міне, мына жерде біз екінші жіпті қосқан кезде бірінші түстегі жібімізді крючокты кіргізген кезде ортасында қалдырып кетуіміз керек. Сонда біздің екінші жібіміз көрінбей қалатыны қараңыз. Ілмекті столбиктің үстінен өткізген кезде жіп ортада қалу керек. Мінекей, осылай тоқимыз. Міне, столбиктің ортасы үстінде тұрады. Жіпті ары қарай өткізген кезде ары бетінен өткізіп тоқимыз. Міне, енді қазір сіздерге екінші түстегі жіпті ауыстыруды көрсететін боламын. Міне, тоқып келеміз. Соңғы столбикті тоқыған кезде сол столбикті соңына дейін тоқымаймыз. Үш жіп болған кезде соның екеуін іліп аламыз. Екі жіп қалған кезде екінші түстегі жіпті қосамыз. Міне, сонда біздің келесі түстегі столбигіміз толық болып шығады. Ал егерде біз сол жіппен аяқтап қосатын болсақ, біздің екінші түске ауыстырғандағы столбигіміз дұрыс шықпайтын болады. Екінші түстегі жіпті де тура солай ортада қалдырып тоқи береміз. Міне, көрдіңіздер ғой, өте оңай, қарапайым, және біздің түстеріміз өзгермейді. Осылай тоқи береміз. Міне, егер лайфхак ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұл нені кез келген тоқыма өрнек түріне қолдануларыңызға болады. Міне, келесі ақ түске ауыстырамыз. Мына жерде қараңыздар, жіпті ауыстырамыз. Міне, екі не қалған кезде ілдіреміз. Міне, енді ары қарай ақ түспен тоқимыз. Ал қызыл түсіміз столбиктердің үстінде тұру керек. Сонда бізге келесі бетінен ол жіп көрінбейді. Қазір қараймыз. Міне, қараңыздар, столбиктің үстінен тоққан кезде жіп столбиктің үстінде қалу керек. Бұл жерде шатасып кетіп, қызыл жіпті ілдіріп жүрдім. Осылай тоқи бересіздер. Міне, тоқып болған кезде, жіпті ауыстыратын кезде, ортада тұрған жіпті сәл тартып жіберіңіздер. Сонда жіп бос болмай, нығыз болып, ортада білінбей тұрады. Не? Осылай енді мына жерде келесі жіпке ауыстырамыз. Қазір соңғы столбик тоқимыз. Енді мына екеу қалды, екі ілмек қалды. Осы екі ілмекке қызыл жіпті қосып, ары қарай қызыл жіппен тоқимыз. Қызыл жіппен тоқимыз ары қарай. Міне, көрдіңіздер ғой, мынау оң беті. Ал міне теріс бетінде де жібіміз көрінбейді. Егер сіздерге лайфхак ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.